Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін бізде қазақ тілі сабағы 4-ші сынып 107-ші сабақ. Тақырып бізде ғарышқа жол. Өткен шақ. Алдымен 12-ші тапсырмаға қарап оқып шығайық. Мәтінді қатесіз көшіріп жаз. Адам ерте кезден-ақ ғарыш денелерінің жердегі құбылыстарға әсерін білуге тырысқан. Ғарышқа жол 1954 жылы 4 қазанда ашылды. Бұл күні бұрынғы Кеңес одағында жердің жасанды серігі ұшырылды. Балалар осы мәтіннен етістіктерді тауып, қашан болған істі білдіретінін, қай жақта тұрғанын айт, оларға сұрақ қой деп бізге тапсырма берген екен. Бұл жерде етістіктер, яғни етістік дегеніміз заттың қимылын, іс-әрекетін білдіреді бізде. Бұл жерде бізде етістіктер білуге тырысқан, ашылды, ұшырылды. Енді біз осы етістіктердің қай шақта тұрғанын анықтауымыз керек. Білуге тырысқан. Бұл өткен шақ. Себебі өткен шақтың қан жұрнағы жалғану арқылы жасалып тұр. Яғни 3-ші жақта. Екінші ашылды. Ашылды. Бұл да өткен шақ. Себебі өткен шақтың д жұрнағы жалғану арқылы жасалып тұр. Бұл да 3-ші жақ болып есептеледі екен. Соңғысы ұшырылды. Өткен шақ болып есептеледі. Бұл жерде өткен шақтың д жұрнағы жалғану арқылы жасалып, бұл да 3-ші жақта тұр екен. Осылай жазып аламыз. Балалар, келесі бізде 13-ші жаттығу. Сөздерді тиісті жіктік жалғаумен сәйкестендіріп жаз. Яғни бұл жерде біз сәйкестендіруіміз керек. Мен биледім болады. Мен биледім. Бұл яғни өткен шақ, 1-ші жақ. Не істедім? Мен биледім. Екінші, сен биледің. Өткен шақ, 2-ші жақ болып есептеледі. Не істедің? Сен биледің. Келесі, сіз биледіңіз. Бұл да өткен шақ, 2-ші жақ. Не істедіңіз? Сіз биледіңіз. Және соңғысы, ол биледі. Өткен шақ, бұл 3-ші жақ болып есептеледі екен. Не істеді? Ол биледі. Енді бұл жекеше түрде жазылған. Енді біз көпше түрде айтатын боламыз. Біз биледік. Өткен шақтың 1-ші жағы. Не істедік? Біз биледік. Сендер биледіңдер. Өткен шақ, 2-ші жақ. Не істедіңдер? Сендер биледіңдер. Келесі, сіздер биледіңіздер. Өткен шақтың 2-ші жағы. Не істедіңіздер? Сіздер биледіңіздер. Олар биледі. Өткен шақтың 3-ші жағы. Не істеді? Олар биледі. Балалар, өткен шақ етістіктері іс-әрекеттің бұрын болғанын білдіреді. Мысалы, оқыды, келіпті, айтқан, яғни іс-әрекеттің өтіп кеткенін білдіреді. Өткен шақтың етістіктері балалар не істедім, не істедің, не істеді деген сұрақтарға жауап береді. Балалар, келесі бізде 14-ші жаттығу. Берілген етістіктерді өткен шаққа қойып, сөйлемдер құрап жаз. Оқы, қатыс, біл. Енді мен Мұхтар Әуезовтің Абай жолы романын оқығанмын. Бұл жерде оқығанмын. Ған, яғни өткен шақтың жұрнағы болып есептеледі. Досжан жүзуден жазғы олимпиадаға қатысты. Қатысты. Бұл жерде өткен шақтың жұрнағы. Бүгінгі сабақтан көп ақпарат білдік. Білдік, бұл жерде ді
өткен шақтың жұрнағы болып есептеледі екен. Келесі балалар 15-ші жаттығу. Мәтіннің қатесін түзеп жаз. Аз уақыттың ішінде ол сарапшылар тарапынан жоғары баға алды. Әуелі Тоқтар ғарышкерлер тобына дайындыққа қосылды. Тоқтар ер тұлғалы, жаны жайсаң азамат. Балалар, етістіктерді тауып қай шақта тұрғанын айт дейді. Алдымен біз мәтінде қате жазылған сөздерді табайық. Сарапшылар, бұл жерде бұның орнында бізде П әріпі болу керек, яғни сарапшылар. Екінші, әуелі Тоқтар ғарышкерлер тобына дайындыққа қосылды. Бұл жерде Тоқтар дегеніміз адамның аты болғандықтан бас әріппен жазылу керек. Енді біз етістіктерді тапсақ болады. Бұл жерде мәтінде етістіктер бізде алды. Өткен шақта д бұл өткен шақтың жұрнағы болып есептеледі. Яғни ал түбірі д жұрнағы болып есептеледі екен. Екінші етістік бізде қосылды. Қосылды бізде өткен шақ. Д дегеніміз өткен шақтың жұрнағы. Келесі бізде 16-шы жаттығу. Екі бағандағы етістіктерді салыстырып, бір-бірінен өзгешелігін дәлелде. Танысты, үйренді, тыңдады, шақырды. Бұл балалар өткен шақта айтылып тұр. Енді танысып жатыр, үйреніп жүр, тыңдап отыр, шақырып тұр. Бұл қазір болып жатқандықтан осы шақ болып есептеледі екен. Енді екеуінің айырмашылығы екі бағандағы сөздер балалар екі түрлі бізде шақта айтылып тұр екен. Бірінші баған бізде өткен шақ, себебі бұл жерде бізде т, д, өткен шақтың жұрнақтары. Ал екінші баған осы шақ, себебі ол жерде тұр, отыр, жүр, жатыр деген сияқты осы шақтың көмекші сөздері қолданылып тұр екен. Келесі балалар бізде соңғы жаттығу, 17-ші жаттығу. Кестені мысалдармен ауызша толтыр. Қазір орындалып тұрған қимыл. Бұл бізде астында бізде сөйлемдер берілген, солардың ішінен табуымыз керек. Мен сабақ орындап отырмын. Яғни бұл қазір орындалып тұрған іс-қимыл екен. Яғни бұл біріншіге жатады. Ағам кино көріп жатыр. Яғни қазір орындалып жатыр. Бұны да бірінші бағанға жазамыз. Бұрын орындалған қимылға апам сіңіліме сырға сыйлады. Сыйлады, яғни бұрын орындалған. Жанар кеше сертификат алды. Яғни бұрын орындалған қимыл. Осылай екі бағанға бөліп жазамыз. Балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Алда әлі талай сабақтарды түсіретін боламын. Сабағым ұнаса, менің арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңдар. Қош сау болыңдар.